Бар жоғы 5 минутта дайын болатын және өте дәмді шығатын жаңа жылдық дастарханға елка пішінді закуска дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен приправа дайындап аламыз. Дәмдеуіштерден паприка, азғантай ғана қызыл бұрыш, майдалап туралған укроп және кептірілген базиликті жақсылап араластырамыз. Енді үш бұрышты пішіндегі балқытылған сыр мен соломка печенье қажет болады. Ортасынан қақ бөліп, печеньеміздің жарты бөлігін сырға орнатып, дәмдеуіштерге батырып аламыз. Өте дәмді шығатын бұл тіске басарды міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Тіске басарымызды барлық жағынан батырып шығамыз. Енді руккола жапырағын алып безендіретін боламыз. Мінекей дастарханның көркін келтіретін дайын болған тіске басарларымызды қойып шығамыз. Достар, видео пайдалы болса, видео ұнаса өз достарыңызбен бөлісіп, парақшама тіркеліп, қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Ал енді дәмін көрейік. Өте дәмді, керемет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова.